Достар сәлем! В этом уроке мы с вами рассмотрим такую тему, как мы скажем на казахском «так как», «из-за». Прежде чем начать урок, хочу сказать всем көп рахмет за подписку, за лайки, за комментарий. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. В казахском языке «так как», «из-за» образуется таким путем. К корню глагола добавляются суффиксы ган, ген, хан, кен, потом идет суффиксы дық, дек, потом идет окончание тан, тен. Например, болғандықтан. Слово твердое, поэтому все аффиксы твердые. Келгендіктен. Слово келу мягкое, поэтому все аффиксы мягкие. Шыққандықтан, кеткендіктен. Здесь, достар, я вам советую остановить видео и записать, как это образуется, да, вот эту форму. Какие аффиксы, какие окончания и примеры. Теперь примеры с предложениями. Например, на русском языке. Так как я живу далеко от работы, я утром встаю рано. На казахском это будет мен жұмыстан алыс тұрғандықтан таңертең ерте тұрамын. Мен жұмыстан алыс тұрғандықтан таңертең ерте тұрамын. Из-за того, что ты говорила тихо, она тебя не услышала. На казахском будет сен ақырын сөйлегендіктен ол сені естіген жоқ. Сен ақырын сөйлегендіктен ол сені естіген жоқ. Из-за того, что вышли из дома поздно, мы опоздали. На казахском будет біз үйден кеш шыққандықтан кешігіп қалдық. Біз үйден кеш шыққандықтан кешігіп қалдық. Из-за того, что долго ждал на остановке, он замерз. На казахском будет ол аялдамада көп күткендіктен тоңып қалды. Ол аялдамада көп күткендіктен тоңып қалды. Теперь, достар, обратите внимание на отрицательную форму. Мы знаем, да, что в казахском языке отрицательная форма образуется с помощью суффиксов маме, бабе и папе. Значит, сперва идет к корню глагола добавляются маме, бабе, папе, потом ган, ген, қан, кен, потом дық, дік, потом тан, тен. Болмағандықтан, келмегендіктен, шықпағандықтан, кетпегендіктен. Дальше примеры в отрицательной форме. Из-за того, что я не видела или не смотрела этот фильм, хочу сходить, на казахском будет мен бұл фильмді көрмегендіктен барғым келіп тұр. Мен бұл фильмді көрмегендіктен барғым келіп тұр. Из-за того, что ты ничего не написала, я волновался. На казахском будет сен ештеме жазбағандықтан мен қобалжыдым. Сен ештеме жазбағандықтан мен қобалжыдым. Из-за того, что вы не пили чай, я подумала, что вы, наверное, хотите пить. На казахском будет сіздер шай ішпегендіктен шөлдеген шығар деп ойладым. Сіздер шай ішпегендіктен шөлдеген шығар деп ойладым. Из-за того, что мы не закрыли окно, дома стало пыльно. Біз терезені жаппағандықтан үйдің іші шаң болды. Біз терезені жаппағандықтан үйдің іші шаң болды. Достар, теперь задание для вас. Вместо точек надо написать нужные суффиксы, которые нам дают значение так как, из-за. Из-за опоздания
мы отстали от самолета на казахском. Как мы скажем, біз кешік ұшақтан қалып қойдық. Біз кешіккендіктен ұшақтан қалып қойдық. Біз кешіккендіктен ұшақтан қалып қойдық. Из-за опоздания мы отстали от самолета. Из-за того, что не поняла тебя, я написала неправильно или с ошибкой. На казахском будет мен сені түсін қате жазып қойдым. Мен сені түсінбегендіктен қате жазып қойдым. Мен сені түсінбегендіктен қате жазып қойдым. Из-за того, что не поняла тебя, я написала неправильно. Из-за усталости она рано уснула, или же так как устала, она заснула рано, на казахском. Ол шарша ерте ұйықтап қалды. Ол шаршағандықтан ерте ұйықтап қалды. Ол шаршағандықтан ерте ұйықтап қалды. Из-за усталости она рано уснула. Так как или поскольку вы не пришли, они обиделись. На казахском сендер кел, олар ренжіді. Сендер келмегендіктен олар ренжіді. Сендер келмегендіктен олар ренжіді. Так как вы не пришли, они обиделись. Так как раньше не летала в самолете, я боюсь. На казахском мен бұрын ұшақпен қорқып тұрмын. Мен бұрын ұшақпен ұшпағандықтан қорқып тұрмын. Мен бұрын ұшақпен ұшпағандықтан қорқып тұрмын. Так как раньше не летала в самолете, я боюсь. Из-за того, что я крепко спала, болит голова. На казахском мен қатты ұйықта, басым ауырып тұр. Мен қатты ұйықтағандықтан басым ауырып тұр. Мен қатты ұйықтағандықтан басым ауырып тұр. Из-за того, что я крепко спала, болит голова. Из-за того, что мы громко смеялись, ребенок проснулся. Біз қатты күл, бала оянып кетті. Біз қатты күлгендіктен бала оянып кетті. Біз қатты күлгендіктен бала оянып кетті. Из-за того, что мы громко смеялись, ребенок проснулся. Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Если мои уроки для вас полезны, можете поддержать мой канал донатами. В описании оставлю координаты. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.